Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Мөлдір. Мен бүгін мынадай панкейки жасайтын боламын. Панкейки жасау үшін бізге бір жұмыртқа керек. Жұмыртқаның үстіне шекер қосамыз. Өте тез дайындалатын панкейки бұл. Жұмыртқаның үстіне шекерді қосып болған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқаның түсі ағарғанға дейін. Араластырып болған соң үстіне сүт қосамыз. Енді тағы жақсылап тұрып араластырамыз. Сүт қосып болған соң қопсытқышпен ұнды мен бір елекке салып, осылай өткізіп жатырмын. Сіздер бөлек-бөлек қоссаңыздар да болады. Мен барлығын бірге қосып жібердім. Қопсытқышты ұнның ішіне салып, електен өткізіп, осындай қылып саламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкей болғанға дейін. Міне барлығын жақсылап тұрып араластырып, осындай бір келкей етуіміз керекпіз. Жақсылап тұрып араластырып болған соң, қызып тұрған табаға екі жағын осындай қылып пісіріп аламыз. Мен бір ас қасық құйған болатынмын. Панкейки бізде осындай болып шығады. Мен барлығын бөлек-бөлек пісіріп қойдым. Менде үйде сливки болғасын, мен осындай қылып безендіріп қойдым. Ал енді сіздерде үйде сливки болмаса, шоколадный ганаш жасауға болады. Шоколадный ганашты да жасау менің каналымда бар. Барлықтарыңызға ас болсын.